жалпы бұндай белгілі кісілер сөз сөйлеген кезде абай болу керек. Поэтому я прошу внести в закон запрет о религиозной пропаганде. Я не против религии, пожалуйста, это выбор каждого. С бородами и вот эти вот покрытые женщины, которые с утра до вечера учат нас жить, как поклоняться, это нельзя, то нельзя. Они хотят лишить нас всех традиций наших казахских, понимаете? Это страшно, мы не должны молчать. Введите закон о запрете религиозной пропаганды. Я не хочу, чтобы мои дети жили по шариату завтра. Я не хочу. И я буду делать все для того, чтобы не позволить этого. Артында қанша адам тұр, бұның ол кісінің әйгілілігі негізі ертеңгісін көп адамдардың арасында дау туғызуы мүмкін. Былайша айтқанда религиозный рознь дейді, андай дінаралық қақтығысқа апаруы мүмкін. Негізі ислам әрдайым айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кезінде Мединаға көшіп келген кезде көп яһудилерді, дінге сенбейтіндер де тұрған, пұтқа табынатындар бәрі тұрған да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ешкімді қуып, ешкім етпеген. Жалпы бұл исламда бар зимми үкімі. Бәрінің тұру хақысы бар. Тыныштықта. Ислам тұра алады тыныштықта. Бірақ енді кейде біздің тарапымыздан айтылып жатады, атеизмге болсын, басқа нәрсеге болсын, бұл біздің айтуымыз реакция ғана. Қандай реакция? Исламофобтық адамдарға реакция. Жалпы, егер біреу атеист болам десе, мен болмаса басқа мұсылманның шаруасы жоқ қода. Өйткені бізде дінде ля икроха фид дин деген бар да. Я біз өзіміздің жетер адамға жеткіземіз ақиқатты, ары қарай әркім өзі шешеді, біз оны ешкімді қинамаймыз да. Халыққа да айтып береді, негізі басқа дін өкілдеріне бір қарсылық болмаса негатив, агрессивті нәрсені тұтудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес негізі. Бәрінің өмір сүру хақысы бар, бұл исламда бар, шариатта бар. Бұл ислам мемлекеті кезінде болған кезде де басқа дін өкілдері зимми деген үкіммен бір ненің астында өмір сүрген бәрі. Оның үстіне біздің кәдімгі заңдық тұғырнамада конституцияның ішінде қазақтың ислам дінімен соның ішінде Абу Ханифа Матурidi мазхабымен тарихын ескере отыра деген бұл Қазақстан конституциясының ішіне бар, тұғырнаманың ішіне бар дүние. Сіз кәдімгі мына сөзіңізбен Баян Алагөзова қанша біздің ата-анамызды Абай, Шәкәрім, Ыбырай Алтынсарин, Алла шиялардың бәрінің аузынан түскен Алла деген кісінің барлығын кәдір бірден дұрыс еместердің қатарына апарып, барлығын дұрыс емес жолда жүргендігін айтқандай болып қалды. Дәстүрімізді құртады депті, негізі кейбір радикалдық топтардан болып жатқан шығар дәстүрді құрту амалдары, бірақ біз олармен де күресіп жатырық. Негізгі Ханафи мазхабы Матурidi ақидасын әсіресе біздің ұстанып жатқан артынан еріп жүрген қара шаңырағымыз бұл муфтият өзіміздің қазақтың дәстүрін сол ұстауға бағыт бағдар беріп жатыр. Мен айтар едім, біздің дәстүріміздің барлығы исламмен етене байланысқан. Сондықтан да мына кісі сөз айтар кезде абай болған дұрыс, әйтпесе қаншама мұсылмандардың ар намысын таптауға алып келіп жатыр.